Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyid Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum, құрметті оқырман. Алланың қалауымен бүгін мәбдәл қираат сабағымыздың, кітабымыздың бірінші сабағын бастаймыз. Ал енді бұл кітаптың артықшылығы, бұл кітап жалпы сізге сөздіктер жаттауға көмектеседі. Араб тілін енді бастаушы адамдарға міндетті түрде сөздік жаттау керек. Ал енді бұл жерде сөздік жаттатады және сол жаттаған сөздігіңіздің қасына сізге сөйлем құрап береді. Ал бисмилля, көп созбай бастай берейік. Ад-дарсул ауал, бірінші дәріс. Сіз бірінші сөздік жаттауыңыз керек болады. Ол үшін сізге мына сөздіктер: китабун, кітап, мисторатун, сызғыш, саббуратун, тақта, қаламун, қалам, ручка айта бересіз. Курросун, бұл дәптер, кітапша деп айтсаңыз да болады. Және де курросатун десеңіз дәптер болады. Және де дәфтарун деп те қолдана бересіз. Нашафатун, бұл сүлгі, орамал, сорғыш парақ деп атала береді. Михбаратун, сиясауыт, бұл хибрун деген сөзден шыққан. Хибрун деген өз сия болса, михбаратун ол сиясауыт. Ришатун, қаламыш, қаламыш және қауырсын дейді. Қауырсын, оны біз білеміз, баяғы кезде бабаларымыз құстың қауырсыны бар ғой, сонымен кітаптар жазған. Ал енді сол жердегі қауырсынға қолданылатын осы ришатун деген сөз. Варақун, парақ, және де бұны талдың жапырағына да қолданса болады. Хәза, бұл, әйна, қайда, мә, не, нәрсе деп қолданыла береді. Хуз, бұл ал деген сөз. Хәти, әкел, бер. Ал енді осы жастаған сөздіктерімізге сөйлем құраймыз. Ең алдымен сіз мынау сөздіктерді жаттауыңыз қажет. Ал бисмилля, бастаймыз. Хәза китабун, бұл кітап. Хәзихи мисторатун, бұл сызғыш. Ал енді сұраулы сөйлемге көшеміз. Әйна саббурату, тақта қайда? Әйнәл михбарату, сиясауыт қайда? Хузил қалама, қаламды ал, ручканы ал. Хәтил курроса, дәптерді бер. Хәза орақун, бұл парақ. Хузил китаба, кітапты ал. Мә хәза курросун, мына жерде сұрақ қойып жатыр біріншісінде. Мә хәза, бұл не деп жатыр. Кез келген нәрсені білгіңіз келсе, араб тілінде мә хәза деп сұрайсыз. Бұл не нәрсе? Бұл не? Және мынау соның жауабы. Не деп тұр? Курросун. Бұл дәптер деп тұр. Кітапша не болмаса. Мә хәзихи, бұл не? Осы жерде қарасаңыз, мынау женский родқа қолданылады, әйел тегіне, ал хәза болса бұл ер тегіне. Мә хәзихи, бұл не деп қолданды? Мисторатун, бұл сызғыш. Бұл жауабы мынау. Хәтир ришата, жаңа қаламышты бер, қауырсынды бер. Хузир ришата, қаламышты, қауырсынды ал. Әйнәл курросу, кітапша қайда? Әйна орақу, парақ қайда? Жалпы түсінген болсаңыздар, сіздерге кітапшаның, бұл мәбдәл қираат кітабының PDF вариантын жіберген болатынбыз. Соны иншалла шығарып алсаңыздар болады. Не болмаса бұның жаңа варианттары бар. Діни дүкендерден, кітап сататын жерлерден алсаңыздар болады. Иншалла осыны жақсылап қайталаңыздар. Бір ескертетін нәрсе, сөздіктерді білмей жатқан болсаңыздар, 73-ші бетке кірсеңіздер, осы жерде міне аудармалары жазылып тұр. Осы жерден сөздіктерін жаттай бересіз. Аллах тағала пайдалы ілім нәсіп етсін.